Барлығына сәлем, менің сүйікті оқырмандарым. Есімім Фариза, Жаркенттің келіні боламын. Күнделікті осылай тіршіліктерімді видеоға салып түсіріп, монтаждап, оны әлеуметтік желілерге салып отырғанды жақсы көремін. Үйдің алдында бақшамызда барлық заттарымыз осылай өсіп тұрады. Енемнің еккен заттары, сонымен кешке тамақ жасауға кірісіп кеттім. Негізі кешке дейін жұмыстамын. Жұмыстан келгеннен кейін үй шаруаларына тамақ жасауға кірісемін. Егер менің жасаған видеоларым сіздерге ұнайтын болса, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Мен үшін үлкен мотивация болады. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта осындай рубрика видеоларым шығып тұруын қаласаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп мені қолдап отырыңыздар. Қолымнан келгенше сіздермен рецептпен бөлісіп отыратын боламын. Видеоларым ұнайды деген ойдамын. Инстаграмды қарап отырсам, бананды қуырып тастаса бола ма? Тәуекелдің басы тақыр деп, не болса о болсын деп, мен де бананымды жуып тазалап алдым. Білесіңдер ғой, осылай бәр нәрселерді былықтырып жүргенді жақсы көремін. Қызып тұрған майға тәуекел етіп, банандарды қуыруға кірісіп кеттім. Басында шынымды айтсам, қорқып, уайымдап тұрмын. Қуырмай-ақ жей салу керек еді ғой деп. Жұмсақ нәрсе мыжылып кете ме екен деп қорқып тұрмын ғой. Үстінен тоқпақтап, еріп тұрған шоколадты құйып, дәмін енді айтамадым, қыздар. Иісі деген күшті, бұрқырап кетті ғой. Каналыма тіркеліп алыңыз, достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз. Күнде қызықты видеолар